Сәлем достар, бүгін инновация KZ каналында жаңа инновациялық идеялар достар. Бүгін біз 3 компания қарастыратын боламыз. Оның бірі Goldiblocks компаниясы, кішкентай балалардың креативті ойлауына көмектесетін компания. Одан кейін Polo компаниясы доставки өте актуалды тема. Одан кейін Elbridge компаниясы мында аяқ киім сататындар көп, бірақ дәл осы сияқты табысты отқандар аз. Сонымен достар, видеоны ары қарай жалғастырмас бұрын каналға тіркеліңіздер және қоңырау шағын басыңыздар, сол арқылы бізге қолдау көрсететін боласыздар. Сонымен достар, ары қарай жалғастырайық видеомызды. Бірінші идея бізде Goldiblocks компаниясы. Goldiblocks компаниясы бұл кішкентай балалардың, жастардың креативті ойлауына көмектеседі. Неге? Себебі олар мынау сияқты түрлі заттар, бір ұйқаспайтын заттар арқылы олар бір зат істеп шығады, қолдан өздері жасайды. И ол не істейді дейсіздер ғой? Амазонда соны сатады дейді. $7, $8. Бұл бір жағынан кішкентай балаларды оқытуға арналған. Кішкентай балалар келеді, оқытады деген сияқты. Бір жағынан шоу, YouTube каналына өте керек тема. Не үшін дейсіздер ғой? Себебі мысалы қазір не көп продукт көп, не көп өнім көп бізде, бірақ оны өткізетін адам аз, өткізе алатын адам. Себебі біз мысалы бір аяқ киім сатып алу үшін жүздеген түрлі компания бар, аяқ киім сатамын деп тұрған, бірақ соның ішінде біз бір-ақ компания аламыз. Кімнен аламыз? Бізге ұнаған, бізге креативті подход жасаған ең жағымдысынан ғана алатын боламыз. Ал креативтілер дәл осы үшін керек болды. Болашақта уже бүкіл өнім адамның қажеттігін жабатын бүкіл продукттар өнімдерден шығып қойған. Бірақ соны өткізетін креативті жастар керек. Ал бұл Қазақстанға өте актуалды тема. Бұндай идеяға әлі ешқандай нәрсе шыққан жоқ бізде. Кішкентай балалардың осындай несі дамытады. Өте керемет идея. Достар, осыны біз Қазақстанда сөйлеуіміз керек. Have you ever noticed your child? Action we get from cuteness. Sentence include teeth as big as just to help you. Maybe this is okay for you. Life? How do you know? Жалпы жастар мектебінде 2012 жылы құрылған компания 15 миллион инвестиция тартқан актуалды тема, яғни болашақтың темасы достар. Осыны істеуге шақырамын баршаңызды. Қазір ойын заманы деп жатыр, искусственный интеллект достар. Одан кейін бізде доставки, яғни ресторан клиентті қосатын компания. Бұл жерде доставка еды, ресторанда тамақ, білесіздер ғой, ресторанға барсаңыздар, бір жарты сағат ресторан тамақ ал мынау All компаниясы ресторанда тамақтары бар ғой, өзіне мысалы ресторанға заказ береді да, мысалы офиста немесе бір жерде сол ресторан қолын көшіп келеді деген сияқты ғой, келеді бізге қызмет көрсетеді сол ресторан. Түсініңіздер ғой, онлайн ресторан қараңдар, 100 миллион пользователь бар. 150 ресторан. Ең ойланар өте актуалды. Қазақстанда жоғары. Осындай тамақтың суымен істеп жатқан компания жоқ. Істесек болады достар. Мысалы көріп, қай жылы болған 2005 жылы болған екен 81 миллион инвестиция тартқан. Ақша бар деген сөз, ақша құйылған сөз, бұл тема бар деген сөз, істеледі. Біздің Қазақстанға керек. Больной тема, бәріне қазір уақыт маңызды. Түсінікті ғой достар. Бізде келесі идея Elbridge компаниясы. Мында аяқ киім сатады достар. Бірақ сену қиын, бірақ осымен үлкен табысты болып отыр. Мынаны қараңыздаршы. Мынандай аяқ киім сатады бір түрінен ғана. Бұның бір несі, бір стильді ғой, бір дизайнді. Сол арқылы халыққа ұнамды болған, яғни мына қараңыздар, кожадан, ағаштан жасайды. Аяқ киім екі түрі, экологический дейді ғой онда. Осындай дизайнде халыққа жалпы мына аяқ киім не үшін бұлай популярный болды десе, бұл ешқандай безобидный дейді ғой. Сондай мақсатта жасалған ол. Халыққа ұнайды да қазір сондай нәрсе. Табысты болған компания ең алдыңғы жылы ең көп аяқ киім сатылған осы компания болды. 100 миллион ба сондай қателеспесем. Не де бір видеосын көрсеңіздер ғой. Even if you really wanted to, and you had a bunch of spare time,
nothing better to do, even if you are overcome by some strange desire. We still think it's a bad idea. But yeah, technically, you could meet your shoes. Қойдың қасына әкелген бір несі бар ғой, креативті қойдың терісін жасалған деген сияқты тапаған одан кейін қараңыз 77 миллион инвестиция 2015 жылы енді құрылған компания біз де істесек болады достар. Солай ғой достар. Жалпы істейік достар. Жалпы бұндай идеялар не үшін айтады біздің канал, инновация KZ каналы. Себебі бұлардың бәрі Қазақстанда жоқ та достар. Біз істеуіміз керек. Себебі жер өндіреміз, анау деген сияқты бір бәле өндіру керек, анау емес. Дәл осындай болашақтың идеяларын өндіру керек. Чем мұнай өндіргеннен көмір қазғаннан гөрі. Түсініңіздер ғой, осындай идеялар біздің компанияның болашағына, елдің болашағын көтеріп көмектеседі. Неге? Себебі бір Apple-дің стоимасы. Россиядағы бүкіл компаниялары бар ғой, бүкіл компания, Россиядағы бүкіл компаниялар. Газпром бар, нефть шығаратын компания, газ шығаратын компания. Соның бәрін қосқан кезде стоимасы бір Apple-дің несіне бағасы не деген достар. Сода шығатын қорытынды интеллект достар. Болашақ интеллект, искусство интеллекттің қолында. Сондықтан осындай креативті болашақтың идеяларына кетуіміз керек. Бағанағыды бір бәле шығару керек, анау керек, мынау керек. Тупа болашақта Еуропада не отыр, соны көшіріп біз істеуіміз керек. Сонда біз болашақта оларға бәсекеге төтеп бере алатын Қазақстан деген ел болып қалыптасамыз. Түсінікті ғой достар. Мінекей достар, бүгінгі шығарылым өз мәресіне жетті. Сіздерге пайдалы болды деген ойдам. Егер пайдалы болмаса, оны да айтыңыздар. Егер достар, егер ұнаған болса, лайк қойып, каналға тіркеліңіздер. Және достарыңыз тарата жүріңіздер. Сол, қош болыңыздар, келесі шығарылымға дейін. Қош сау болыңыздар.